Ерке ТВ каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сәлем, Ерке ТВ-дің кішкентай көрермендері. Менің есімім Күн болады. Достар, мен сендерді күн жүйесін және күн жүйесіндегі ғаламшарлармен таныстыратын боламын. Күн жүйесі балалар, күннен және оны айнала қозғалатын 8 үлкен ғаламшарлардан және мыңдаған кіші ғаламшарлардан және толып жатқан метеорлық денелерден құралған ғарыштық денелер жүйесі болып табылады. Достар, күн жүйесінің 4 ішкері планетасы, яғни күнге ең жақын орналасқан Меркурий, Шолпан, Жер, Марс ғаламшарларын жер тобындағы ғаламшарлар деп атайды екен. Сендер бұрын біліп пе едіңдер? Олар аса үлкен емес және тығыз тасты заттар мен металдардан құралады екен. Ал Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун ғаламшарлары алып ғаламшарлары болып табылады екен. Олар әлдеқайда көлемдірек және негізінен жеңіл заттардан құралған екен. Яғни сутек, гелий және метаннан құралған болады екен. Балақайлар, бұл Меркурий ғаламшары. Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай ғаламшар. Ол жерден 18 есе жеңіл, ал диаметрі жердікінің 5-тен 2-сіне әжер жетеді. Күн жүйесінің еш жерінде температура Меркурий бетіндегідей қатты құбылмайды. Өйткені кішкене планетада жылуды сақтайтын атмосфера болмағандықтан күннен алынған энергия тез жоғалады. Алайда Меркурий планеталардың күнге ең жақыны болғанымен ең ыстығы емес. Шолпандағы температура одан да жоғары. Бұл Шолпан ғаламшары. Оның екінші атауы Венера. Ол ежелгі Римнің махаббат және сұлулық құдайы болған. Шолпан күн жүйесінің ең ыстық планетасы. Атмосферасының 96% көмірқышқыл газынан тұрады. Бұл жұлдыздың көлемі біздің планетадан 650 километр ғана кіші. Және де оны жаңа ғаламшар деп айтуға болады. Пайда болғанына 500 миллион жылдан астам уақыт өткен. Сәлем, ал мен Жермін. Мен күн жүйесіндегі 3-ші ғаламшармын және ең тығыз ғаламшар болып табылам. Сонымен қатар, осы ғаламшарлардың ішіндегі тіршілік табылған жалғыз ғаламшар мен боламын. Және де менің жалғыз табиғи серігім бар. Тіпті ол менің қазір қасымда тұр. Ол Ай. Ай менің табиғи серігім болып табылады. Бұл Марс ғаламшары. Қызыл жұлдыз деп те атайды. Күн жүйесінің күннен бастап санағандағы 4-ші ғаламшары. Жер тобындағы планеталар қатарына жатады. Орташа диаметрі 6800 километр болып табылады. Бұл Юпитер ғаламшары. Қызыл жұлдыз бен Сатурн ғаламшарларының арасында орналасқан. Қазақтар оны есек қырған деп те атайды. Юпитер күннен 777 миллион шақырым қашықтықта орналасқан. Юпитер күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Диаметрі бойынша ол жерден 11 есе, ал салмағы бойынша 300 есе үлкен екен. Мен Сатурнмын. Күн жүйесіндегі Юпитерден кейінгі ең үлкен ғаламшармын. Қоршап тұрған сақиналарыммен атақтымын. Күн жүйесінен ең алыс қашықтықта орналасқан ғаламшармын. Маған күнді толық айналып өту үшін 29,5 жыл қажет. Менің серіктерім өте көп және ең үлкен серігім Титан деп аталады. Және менің сақиналарым мұздан тұрады. Олар өте жұқа, диаметрі шамамен 250 мың километрден асқанына қарамастан, олардың қалыңдығы 1 километрге де жетпейді. Бұл Уран ғаламшары. Күн жүйесіндегі күннен бастап санағандағы 7-ші ғаламшар болып табылады. Уранның 27 серігі бар және де Уран күн жүйесіндегі ең суық ғаламшар болып табылады. Уран күнді 84 жылда бір рет айналып шығады. Нептун ғаламшары. Күн жүйесінің күннен бастап есептегендегі 8-ші ғаламшары. Күннен 4,5 миллиард шақырым қашықтықта орналасқан. Күнді толығымен айналып шығу үшін оған 165 жыл уақыт қажет. Бұл ғаламшардағы бір күн 16 сағатқа тең. Міне балақайлар,
біз күн жүйесіндегі барлық 8 ғаламшармен толықтай танысып шықтық. Сендерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса каналға тіркеліп, лайктарыңды аямай басып отырыңдар.